Орта Азияда, бүкіл Россияда да бізде терроршы ретінде есеп тұратын уағызшылар бар. Садық Самарқанди деген бар, Абдуллах Зуфар деген уағызшылар бар. Харизмасы мықты, психолог. Содик Самарканди халықаралық террористік ұйымдардың басты арбаушысы. Шын есімі Содикжан Мухаммадиев. Өзбекстан Республикасы содырлардың сойылын соққан идеолог жастарды алдап, лаңкестер қатарына қосты деген айып тақты. Қазір Стамбулда бой тасалап жүрген ол экстремистік ұйымдардың қазынасына қаржы көздерін іздестіруді үдеткен. Оның ізбасары әрі жерлесі Абдуллах Зуфар да халықаралық іздеуде жүрген қылмыскер. Орталық Азия елдері бұлардың уытты уағызын тыңдап, сақтап, таратып, насихаттауға сот шешімімен тыйым салды. Радикальная идеология, ол оболочкасы әдем жалтырақта, түп нұсқасына келгенде бәрі ақша. Бір көршім сотталып кетті, ағасы мен інісі сотталып кетті. Отбасы бар, екеуінде, бала шағасы бар. Қазір түрмеде отыр. Не үшін отырсын? Кім үшін отырсын? Бұлай ойлап қарайтын болсақ та, өзге жат, радикалды насихат, уағыз оқитындардың уағыздарында насихаттан тыңдауын қажет жоқ. Аяғы кеп, жақсылыққа келмейді. Ата бабамыздан келіп жатқан мазхабымыз бар. Ата қай дінді ұстанды? Сол дінді ұста. Балдарға, жастарға беретін өсиет насихатым мемлекетте официально ұсталған ұстанымды ұстау керек.